Өзбекәлі Жәнібектің мұрасы мұқият зерттеуді, жан-жақты насихаттауды қажет ететін дүние. Өзбекәлі қазақ мемлекетінің көрнекті қайраткері, ғажап тарихшы, сәулет өнерінің білгірі, этнограф, қазақ биі, қазақтың киім өрнегі жайында кітаптар жазған, өмірі осы жайында шаршамай айтып жүретін сондай кісі болады. Өзбекәлі Жәнібек қайталанбас қайраткер, ғасырда бір келетін азамат деп өзім санаймын. Ол солай болды да. Қай жерде жүрсе, бір жақсылық жасамай, бір із қалдырмай кеткен жоқ ол. Салт, дәстүр, мәдениеттің тірілту, өркендеу, басталуы осы кісінің атымен байланысты. Қазақстан тарихындағы 70-ші жылдағы мәдениетіміздің өркендеуі, оның алдында жүрген Ильяс Омаров кісілер бастап кеткен жұмысты жалғастырып, мәселе көтерген Өзбекәлі Жәнібек. Неге өзекең қолы көйлекке тисе де, этнографияға кіріссе де, киіз үйді мәселесін зерттесе де, биді зерттесе де, музей ішіне келсе де, кезге мақала жазса да жаны бітіп кететін. Ол кісінің ішінде сәуле бар, жүрегінде от бар еді, нұр бар еді. Ол кісі айтатын, қазір өзі реформа дейді, қайта құру дейді. Біз соның барлығын торғайда жүргенде бастап кеткенбіз дейді. Торғайға облыстық партия комитетінің хатшысы болып барғанда, таңертең ерте тұрып алып, ай жігіттер тұрыңдар. Қазір облыстық партия комитетінің ғимараты қай жерде болады? Облыстық музей қай жерде болады? Біз мысалы бұйырса театр ашамыз, ол қай жерде болады? Землемерді алыңдар, балтаны алыңдар, балғаны алыңдар, шеген алыңдар, қазір қағамыз, қазық деп. Таңертеңнен кешке шейін бәріміз сол кісінің артында жүруші едік. Торғайға барғанда, алғаш Торғай облысы құрылғанда, сол жердегі биліктің адамдарының барлығы, сонда қызмет етуге барған басшылардың барлығы обыл ауаткомның 3 қабатты үйінде жатқан ғой енді. Сонда бір күні дейді, өз ағаң балконға шығып қарап тұрса, қарсыда бір гастроном пайдалануға берілген ғой енді. Сөйтсе оның төбесінде изобилие деп жазып қойыпты. Сонда өз ағаң айтты дейді, басқа атау таппадыңдар ма, мынау не, мынау орысша жазғандарың деді. Содан өз ағаң жоқ, бұл болмайды деп, береке деп жаздырыңдар деп. Сөйтіп береке деп жаздырып гастрономның атын. Көрдіңіз бе? Міне бұл бір ғана. Ал мұндай қаншама мұндай нелері. Міне Мәскеудегі Щепкин театрының сол жылғы түлектерінің барлығын Торғай театрына алдырды. Өзі барып алып келді. Серәлі Қожамқұлов атында Торғай театр ашылды. жылдары Өзбекәлі Жәнібек Шертер деген фольклорлы этнографиялық ансамбль ашты. Мен ол кездері осы Жезқазған қаласында музыкалық училищеде оқып жүрген оқушысымын. Сол 79 жылдары бізге мына Арқалық пен Жезқазған арасы бір 250-дей шақырым жақын. Бір күн осы Шертер ансамблі концертпен Жезқазғанға келеді. Мен сол кезде жаңағы өмір көрмеген жетігенімді сыбызғы, сосын сазсырнай аспаптың үнін көріп қайран қалдым. Не деген үн, не деген ғажап дыбыстар. Бұл кісі енді мәдениетте әртүрлі ракурста, әртүрлі бағытта жұмыс жүргізді ғой. Бірақ соның ішінде мына ұлттық құндылықтардың қатты қадірін білді, мына тарихи ескерткіштер, ұлттық жәдігерлер, осылардың сақталуы, сосын ұлттық мұражайлар. Музейді ашқан кезінде экспонаттар іздеп ауыл-ауылға барып, бір күні қараса, бір ақсақалдың үйіне қонаққа барып отырса, есігінің алдында иті жатыр екен.
ит аяғына көзі түсіпті. Ит аяқ қазір өрнектелген ағаштан жасаған әп-әдемі кәдімгі астау сияқты. Бірақ үндемей шайын ішіп болғаннан кейін, ал енді менің басқа жерге баруым керек еді дегенде, ақсақал сұрапты, бұйымтайыңыз бар ма бізбен сізге? Қандай құрмет жасаймыз дегенде, мүмкіншілік болса ит аяқтарыңызды тазалап жуып маған беріңіздерші, ол керек болады деп. Қараса, қаншама ғасыр бұрын жасалған ұстаның қолынан шыққан дүние екен. Марқұм Аманжолынан Найманбаев айтатын еді, мына ұлттық музей жасаудың шебері, ұлттық дизайнның енді негізін қалаған адам деп айтуға болады. Сол кісі айтатын еді. Осы мен 60 жасқа келдім, міне 63-ші мұражай жасап жатырмын өз ағаның басшылығымен деп айтты. Сол музейлерді жөндейтін Қазмузей реставрация деген институт ашты. Сол жылдары Түркістандағы Әзір Сұлтан кесенесіне көп көңіл аудара бастады. Онымен қатар отырарға да. Отырарға қатысты отырар өркениеті деген сөзді ғылыми айналысқа енгізгенде өзі екен. Енді ол отырар қаласына байланысты бұл кісінің үлкен еңбегі жарыққа шыққан болатын. Бұл мақаласында ежелгі отырар деген еңбегі бар. Осы жерде ол кісі 9 ғасырдан бері қарайғы оның тарихына қатысты зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы олардағы моншаның ерекшелігі туралы жазып кеткен. Бұл кісі өзі сол отырар қаласына байланысты мынау таңғалып бір жазған дүниелері құбырлардың болғандығы. Яғни құбырлардың өзі, мысалы, су алатын құбыр бір бөлек, нәжіс жүйесі болғандығы жөнінде осы еңбегінде тоқталып өтеді. Әзірет Сұлтан кесенені жақсы білесіздер. Салынған жылы бұл 14-ші ғасырдың соңынан басталып, 1380 жылдарда салына бастап, 1405 жылы Әмір Темір қайтыс болғаннан кейін бұл кесені құрылысы тоқтайды. Кеңестер одағын білесіздер. Жалпы діни ғимараттарға, тарихи ескерткіштерге, әсіресе мынау ұлттың болмысын, ұлттың мәртебесін көтеретін тарихи ескерткіштерге теріс қарады. Соның ішінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі солай, сондай күй кешті. Сонымен Түркістанға қатты кірісіп кетті. Ол кезде екі жағындағы фриздар, батысындағы фриздар, эпиграфикалық күмбездер өте қалпы нашар тұғын. Горхананың күмбезі көп қырлы болып келеді. Ол әртүрлі гүлдәсті көгілдір қышпен қапталған. Олар түсіп қалған, үлкен күмбезде түсіп қалған. Сосын өздеріңіз білесіздер, 1864 жылдары Черняев деген генерал оңтүстік батыс жағын бұрышын порталдың сол жағын атқылаған болатын. Олар ондаған снарядпен, содан бұзылған жерлері бар тұғын. Асхана бөлмесінің ішіндегі температуралық влажностный режим дейміз, ауа ылғалдылығы, тепе теңдігі бұзылған болатын. Және басқа жақтарында тепе теңдігі, ауа ылғалдылығы, ауа өткізгіштігі бұзылған болатын. Соның бәрі әсер етті. Одан бір кездерде үлкен сел болды, су астында қалды. Солардың есебінен ескерткіш өте жағдайы нашар болатын. Көптеген жерлері қайта қаланып шықты, күмбездер қапталды, ішкі желдеткіштері ашылып, соның барлығының басында Өзбекәлі Жәнібеков жүрді. Және сонымен бірге ол кісі Яссауи кесенесінің қабырхана бөлмесінде қабір жаққыш деген бар. Сол кезде оның алдына заттар келген кезде осы Яссауи баба кесенесінің қабырхана бөлмесінің қабір тасын жауып қойған қабір жапқышты мынау осы Яссауи бабаның кесенесінің қабір жапқышы ғой деп алып қалған. Оны жоюға мүмкіндік бермеген. Ішінде қанша құлпытас жатыр біздің қазақ хандарының. Соның бәрін қорықпай экскурсиялық текстке кіргізіп, біздің мына жерде атақты ханымыз Тәуке жатыр, мына жерде біздің айбында Абылайымыз жатыр деп айтқызу, бұл біле білген адамға ерене елік. 1935 жылы Ленинградта Иран өнері мен археологиясының конгресі болды. Сол конгрессте бұл қазанды көрмеге көрсетуге уақытша алып кеткен.
Жалпы деректерде уақытша деген сөздер бар да. Уақытша алып кетті. Сөйтіп сол жерде 2 шырағдан, 2,5 шырағдан болды, және осы тайқазан болды. Уақытша деп алып кетті, бірақ ол Эрмитажда 54 жыл тұрды. 1988 жылы Ахмет Яссауи мавзолей музейі деп атаймыз. Соған директор болып қызмет істедім. Одан да бірнеше жыл бұрын Жәнібектің нұсқауымен деп тайқазан демейді ол кезде жертвенный котел дейді. Сол іздеуді бастаған Жәнібек екен хабарым бар еді. Бұл өзбек әлінің жатса түсіне күндіз өңінен қалмайтұғын сондай мәселе. Мен сол орталық партия комитетінде идеология бөлім басқарып жүргенімде тайқазанды біл деді маған. Эрмитажға бардым, ол да Петровский, Эрмитаждың бастығы директоры. Тайқазан бар ма деп едім, қазір мен сұрайын деді. Сосын бір кісіні шақыртты, главный хранитель екен, сол заттарды сақтаушы. Сол кісіден сұрады, бізде тайқазан бар ма? Қазақстаннан келген. Бар деді, ол қайда? Неде жатыр? Төменде қосымша материалдар жатқан жерде. Қайран қалдым, ойпырмай. Біз Құдайдай табынатын тайқазан жатқан жері мына ғой деп. Сосын орталық партиямда идеология жөнінде хатшы жіберді. Тайқазанды тағы бір барып сұрап кел деді. Сол үшін келіп отырмын, басқа жұмысым жоқ дедім. Ол мүмкін болмас деді. Сосын мен айттым, ойлаңызшы, бұл жерде тайқазан бітіріп жатқан іштен шаруасы жоқ екен ғой, рөлі жоқ. Бізде тайқазанды маңдайға тигізеді бұл. Әруақ сияқты оған сыйынады. Сосын осы тайқазан біздің Қазақстаннан кеткелі, біздің елімізде береке кетіп қалды, тыныштық болмай жатыр. Мүмкін болса қайтарсаңыз деп. Ана кемпірге айтты, қарауыз, аддайт деп. Таңғалдым, мен сенер-сенбесін білмедім. Сосын тағы бір адам шақырды, бір орынбасар ғой деймін. Енді осыны екі мемлекет аралық құжаттар дайындыңдар, бұны қайтарайық еліне деді. Одан кейін мен өзбек әлі кетіп қалды. Мен мұнымен айналысқаным жоқ. Кім барды, кім әкеліп білмеймін. Талай әңгімені естеймін. Барып әкеліп, жайғастырып тайқазанды Әзірет Сұлтанға апарып орналастырғанын білемін. Соны бір күні ой келді. Бір нәрсе істеу керек қой бұл жерге. Жаңа жерге үлкен жерік шегесін біз өзімізді әрекет жасайық деп поштаға бардым. Текстін жаздым. Телеграммада былай болды. Трудящиеся древнего города Туркестана неоднократно обращались о возвращении жертвенного котла своему подлинному хозяину мавзолею Ахмеда Яссауи. Памятым doğadım, Nazar директор мавзолейі деп. 28 күн өткенде маған хабар келді, согласно приказа возвращаться к своему подлинному хозяину Ахмед Яссауи мавзолей деген келді. Соны алдымда дереу әкімге жүгірсем, әкім командировкада. Сосын исполком председателіне келді. Енді екінші бастық қой. Телеграмма көрсеттім. Онда неңізді бізге тастап кетіңіз. Жаңағы телеграмманы. Біз көмектесейік деді. Сонда қалалық атқару комитетінің төрағасын шақырып алдым да, айттым, айналайын қарағым. Мен мұна үлкен проблемаларды шұғылданам. Саған тапсырма тайқазанды қайтаруымыз керек деп. Содан үлкен КАМАЗ алып, киіз алып, сөйтіп 2 шофер алып, бір полиция, ол кезде милиция қасына жіберіп, машинаны жібердік. Барғаннан кейін Петровский біздің жігіттерді қарсы алып, өзі бас болып, қазанды терезелерін ашқызып, шығаруға рұқсат етеді, бірақ шығара алмайды. Отъехать он не сможет. Потому что он будет стоять на опорах. Чтобы вот так. Так телескоп. А он будет опускаться.
сол кезде біздің жігіттердің біреуі Ленинградтағы бір кәсіпорынменен байланысқа жақсы байланысты болған екен. Соған барып, Швецияның кранымен алып келіп, мына терезеден шығарады, терезенің алдын сызып өткізеді. Сөйтіп машинаға артып, жігіттер самолетпен келді де, жаңа команда, екі водитель күні түні жүріп отырып, қазанды алып келді. Көптеген адамдар бір-ақ қана этапта болған. Біреу машинамен алып келді, біреу машинамен шығарып салды, біреу сол Ленинградқа барып ана қазанды музейден шығаруға көмектесті. Онда ақысы бар айтуға, менде үлесім бар болған келуге деп. Ешқандай талас жоқ оған. Бірақ біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Кез келген істің басында анау ой туған кезде адам тұрады. Бір адам соны қозғайды. Өзекең соның басында тұрған адам. Басынан соңына дейін жүрген адам. Мәдениет министрлігінде істегенде таңертең 8-де келеді, кешкі 8-9-ға шейін жаңағы Мәскеуге жіберген қағаздарды қарау керек. Ұзын мынандай қара қайшысы бар еді. Егер ұнамаса, қиып тастайды да өзі жазады. Қиып тастайды да өзі жазады. Қанша рет алып барам, отырады да бір көзін қысып, ана қалам сабымен отырады да сызады. Сызады, кей жерін қалпына келтіреді, сызады, кей жерін қалпына келтіреді, кей жерін желімдейді. Сонда айтайын дегенім, ол кісінің бір жұрттың бәріне белгілі болған бір қайшысы бар еді, ақ қайшы. Топтаса бастаған. Сол қайшымен қаршылдап тұрып қияды ғой жаңағы. Содан қағаз жазып жатырмыз госпланға. Спецкомбинат ашамыз деп. Мына балетте билейтін жігіттер бар ғой, соның балетный тапочка да жоқ болды ғой. Соны біздер Москвадағы үлкен театрдан сатып алады екенбіз. Соған ары жетпей ашуланып спецкомбинат ашамыз. Сол жерде киімдерді, жаңағы балетный тапочкаға шейін бәрін өзіміз жасаймыз деп, госпланнан жер сұрап отырған кезде ол кісіні Колбин келді де маған қазақ сыйлайтын хатшы керек деп орталық партия комитетіне хатшы қылып алып кетті. Орталық партия комитетіне барғаннан кейін қазақтың мықтыларын атылып кеткен, ақтаңдатылған. Соларға комиссия құрып шетінен Өтехановты, Байтұрсыновты, Мағжан Жұмабаевтың олардың ондай кінәсі жоқ еді, атылып кеткен. Қай жерде екені белгісіз. Осыларды шешейік, комиссия құрайық деп депутат ретінде сессияда сөйлеп, қағаз жазып жүргенде Өзбекәлі. Мен келгенде бір Өзбекәлі Францияға жүрейін деп жатыр екен. Бірінші берген тапсырмасы осы болды. Мен келгенше осыларды ақтауды творчестволық жағынан тегіс ақтау мәселесін бюроға дайындыңдар деп. Тез арада осы комиссия құрған екен, оны мен білген жоқ едім. Осы академик, философ Жабайхан Әбделдин басқарады екен. Сол ағамызбен тізе қосып бірлесіп отырып, Өзекең келгенше жаңағы дайындадық бәрін. Тез арада Өзбекәлі бір комбайн сияқты болатын осы. Бір мәселені дайындайық, мынаны қояйық күн тәртібіне десе, соны дайындасақ, оны қолма-қол апарып өткізетін. Бюрода қаулы қабылданды. Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, осы сияқты ағаларымыз, асылдарым ау, сол ақталды. Өзбекәлі Жәнібекұлы, белгілі қоғам саяси қайраткер, ғалым адам, тарихшы, этнограф. Әлгі Шерағаның айтатыны бар ғой. Мына облыс исполкомының замы болып тұрған кезде Өзбекәлі Жәнібек мәдениет министрлігінің жұмысын істеді дейді. Бір министрлік істейді. Бір облыстың өзінен 6 ансамбль шығарды. Және қандай ансамбль? Алматы облысынан.
Сүйінбай атындағы филармонияда істеп жүрген кезде 81 жылы Адарна деген ансамбль дүниеге келді. Бұл да Адарна деген ансамбль Өзбекәлі Жәнібековтің тікелей ықпалымен ашылған ансамбль. Ансамбльдер көбейді. Сол ансамбльдердің бәрі қазірде солай жалғасып жатыр. Ер адамдар басына мұрақ киеді. Мұрақ деген ханның қалпағы. Қатты ренжитін. Не деген халық бұл? Қанша рет айттым, айтсам да ешкім тыңдамайды. Мұрақ қой бұл. Мұрақ бұл кез келген адам киетін киім емес қой дейді соны. Сүйінбай атындағы филармонияда сазген ансамбльде жұмыс істеп жүргенде біз жаңа костюм алып келді бізге. Сонда киіп жатқан кезде сол кезде Өзбекәлі Жәнібек келіп қалды. Саптама етік, басы қайқы болды. Балалар бұл мағыналы сипаттамен тігілген етік деп. Басы қайқы бұл. Неге қайқы? Ата-бабаларымыз мына жер анамызды құрметтеп, жер анамды теппеймін деп, әдейі басын қайқы етіп сөйтіп тіккізген дейді. Сол жылдары 70-80 жылдары Алматыда 3 кәсіпорын болды. Қазақ ұлттық костюм тігумен айналысқан. Ол мынау соларға барып жаңағы матаны да өз таңдайтын. Сосын тігіп жатқан кезде тігіншілерге қандай өрнектер салу керек, мынау осындай деп, сосын да жаңағы өте қатаң жаңағы талап болғандықтан жаңағы эскиздерге сол жерге художник модельдер осы Алматы облыстық филармониясының ансамбльдеріне уже мына тігілген костюмдар жазып береді екен. Осторожно, под контролем Өзбекәлі Жәнібеков. Сосын мына Қарғалыдағы комбинатқа мына сән орталық арқылы түйенің жүнінен 2 шекпен тіккізген ғой. Біреуінің ойы 15 метрден көрінеді, біреуі ойысыз қазіргі күнге бейімді. Кейіннен сол шекпендерде мысалы біраз уақыт түскі үйде тұрды. Жеп жеңіл кәдімгі. Мына кабинетте нелерде киіп отыра беруге болады. Көшеде де жүре беруге болады. Біз мынау кәдімгі әлгі ойын тойларда бір нелерде әлгі сүйретіп шапан киіп шығып, соны кәдімгі сонда ғана киеміз болдық киімді. Ал мынау кәдімгі күнделікті тұрмыста киюге арналған кәдімгі өз ағаңның өзінің проектісі болған. Олар да кейін қалып қалды, өз ағаң өз кеткеннен кейін. Бұл жерде айту керек, бұл 90 жылы бұл кісі өзі тұңғыш рет бізде мынау шапандарды шетел мемлекеттеріне сыйға тарту, иығына жабу, бұл қазақтың өзінің әдет ғұрпының бірі. Осындай дүниені бұл кісі 90 жылы Американың сол кездегі президенті Бушқа сыйға тартқан болатын. Осы шапанның эскизін барлығын бұл кісі өзі жасап, ою өрнегін. Соның негізінде сыйға берген мынау шапаны. Осыдан қалған асыл мұралардың бірі қазақтың ұлт аспаптар түгел жинады бұл кісі. Өліп қалғанын тірілікті. Ол еңбегі халыққа белгілі Алматыда музей ашты. Бұл жалпы дүниесін білмеймін. Мына ТМД-да аналығы жоқ мұражай бұл. Ондай мұражай болмаған. Қайсы бір жылы осы мұражайға елсен келіп, сонда елсен аса қайран қалды дейді, таң қалды дейді. Сөйтіп, сол жерден өзінің мәдениет министрі Мединскийге звондады дейді. Мәдениетті сақтауды қазақтардан үйрену керек деп. Көріңдер мынаны деп. Сол кездері менің әкем 79 жылы
Венгрия қаласына, Венгрия мемлекетіне барып, сол жерден осындай саз аспаптар музейін көреді. Бүгін Өзекеңмен әңгіме болып қалған кезде осындай музей құрсақ қайтеді деп әңгіме болады. Сол кезде Өзбекәлі ағамыз құптап, ол ондай музей ашу керек, бұл халыққа керек деген сияқты әңгімелері болады. Екеуара әңгіме. Сол кезде жаңа Болат Сарыбаев ағамыздың коллекциясы туралы да сөз болады. Сол коллекцияны алып, жаңа музейге қоямыз деген сияқты. Ол жақсы деп екеуі қол алысып, сол жерде музей ашамыз деп сол бағытта жұмыс істей бастайды. Мына Сазген саз ансамблі тек қана ұлттық аспаптардан құралған жаңағы ансамбль ғой. Оны жасатқан себебі басқа ненің аспаптарын қоспай, мына ұлттық аспаптардың мүмкіндігін көрсету үшін құрған ғой бұл ансамбльді. Көрдіңіз бе? Сөйтіп Сазген саз ансамблін құрды. Соныменен осы мұражайды енді өзі кәдімгі білегін түріп жүріп, тіпті қолында күректі алып жүріп сол жерде жұмыс істеген адам ғой. Дәл музей бастайтын кезде, жаңағы жеме-жем келген кезде Болат Сарыбаев ағамыз өзінің коллекциясына ақша сұраған. Өзбекәлі ағамыз сол кезде енді ондай жағдайды күтпеген болу керек. Ондай ақша дер кезінде уақытында тауып бере алмай, содан соң бұл кісілердің арасында жаңағы кикілжің пайда болады. Елдің елдігін, халықтың халықтығын, ұлттың ұлттығын сақтап қалатын жалғыз құдірет бұл жалпы адамзаттық ұлттық игі қасиеттер. Сода бұл кісі мына мұражайға кәдімгі бұрынғы аспаптарды мынау Дәркембай Шоқбаров бар. Сол біраз азаматтардың басын қосып, сол жерде ұлттық аспаптардың көбісін жасатқан ғой. Менің әкем сол кезде мен сізге көмектесейін, мен өзім шәкірттеріммен жаңағы сол аспаптарды жасап шығайын енді, шамам келгенше, білгенімше деп. Жаңағы өзінің жұмыстан шығып, бір жылдай өзінің 10 шақты шәкіртімен музыкалық аспаптарды жасап, 1981 жылы 24 сәуірде, апрель айында осы музейдің ашылуы болады. Ал енді сол бұл әділетсіздік дегенді қарасаңыз, сол мұражайдың ашылуына өз ағаң қатысқан жоқ қой. Өз ағаңды шетелге сапаршылатып жіберіп, сөйтіп барып ашқан мұражайды. Сол ашылған музейде де кейін біреулер көзі әлгі жер астына кетті, көз көргендер азайды деп, кейбіреулер ол музейді біз аштық деген арсыз нәрселерді айтты. Ол еш уақытта да мен деген сөзді айтпаған кісі. Себебі мысалы Наурызды айта ғой. Наурызды да мысалы тапсырма береді. Міне мен Рахманқұл Бердібаевпен кездесу жасаған кезде ол кісі айтты. Қалай Наурызды дүниеге әкелгені жөнінде. Наурыз мерекесін кеңес кезінде ол діни мереке деп тоқтатып қойған ғой, рұқсат бермеген ғой. Соның да қағаздарын қайта жазған Өзбекәлі. Бұл кісіні депутат болды ғой. Сол кезде біз ойлағанбыз, енді депутат көп жылдар отырса жақсы болар еді деп, ауыра бастады өкпесінен. Содан үкімет айтыпты, біз сізді шетелге жібереміз. Өкпеңіз өте қабынған екен деп. Ол кісі негізінде біздің жалпы бронхитпен ауырды да кішкене. Содан білмеймін асқынып кетті енді. Содан ол кісіні емдеуге жіберді, барып келді. Соған біз қуанып жүрсек, кейіннен сол барған ақшасын төлеңіз депті. Біз ойлағанбыз, үкімет жақсылық жасап ақшасын төлеген екен деп. Сол ақшаны төлетті ғой. Үйін сатып жіберіп, бір бөлме алып. Мынау кезінде Каржова деген министр болды ғой, әлеуметтік қамсыздандыру. Соған өз ағаңның жазған арызы бар. Уважаемая Надежда Артемовна деген. Мүгедектігіне төленетін
қаражаттың, пенсиясына төленетін қаражаттың, соның барлығын неғып жаңағы әлгі қосылмай жатқан, енді сауатты адам ғой, бары заңға сүйеніп жазып, тіпті материалды көмек те сұрайды. Соншама еңбек еткен адамға бір 4-5 бөлме үй беруге ешкімнің шамасы жетпеді ме, жасағысы келмеді ме? Ол да үлкен сұрақ. Үйінде болған, көрген жағдайым, жұпыны ештеген жоқ. Ол кісі дүние жимаған адам, иман жиған, жаңағы қазақтың асыл мұраларын жиған адам. Өмірді көрген қызығы шамалы. Тағдыр деген кітабы бар ғой, сонда бүкіл өмірін жазған. Ол бір өз ағаңның басындағы қасірет емес, сол кездегі халықтың басына келген нәубет жылдары дүниеге келген. 1931 жыл, өздеріңіз білесіздер. Содан 33-тен бастап аштық басталды. 37-38-де жаппай қуғын сүргін, ешбір үйді құр қалдырған жоқ деп айтуыма болады. Міне сол кездерде өз ағаңның балалық шағы тұстас келді. Өз ағаң менің әкеммен бір әкеден туған, 2 әжеден туған. Себебі өз ағаңның анасы бір ұл бір қызбенен жастай жесір қалған. Атамыз қайтыс болып кеткен, Жәнібек деген кісі. Жәнібек, Серім деген кісілер бір атаның балалары. Содан жеңгесін жеңге алған дейді ғой сол кезде. Ол әжеміз өте сұлу болған екен, ажарлы, сөзге тұратын, сондай кісі болған. Сондықтан 2 әжеде бір шалдың кемпірі болса да бір-бірімен тату болған. Оқытқан, тәрбиелеген, үйлендірген, міне сол әкесінің басында тұрмыз. Аты Сейітбекұлы Серім. Осында жерленген. Енді жаңа асырап алған анасының қабірі мына оң жағымызда тұр. Туғанбай әжі Рахия. Ол кісіде. Өзінің туған анасының қабірі шамалы арт жағында. Кезінде осында Әбіш Кекілбаев ағамыз келген. Сол кісі келіп, аралап, сол кісіні ертіп кеп, осы жерде Құран оқығанбыз. Мына суретті көріп, басын шайқап кеткен, таңданып. Бұл қандай мағынаны береді деп. Міне, анау мәсі қылыш. Басқан ізіңнен айналдым деп, баланың сағынышы анардығы деген. Соңғы 6-7 жыл бойы ауырды. Сол кездерде больницада жатып, мен барып тұрам ғой енді. Сонда қасында үлкен бір қара сөмке болып, жазғандарын соған жинай берді. Ауырып отырып осы жаңғырық 2 тома. Жаңғырықтан кейін 16 жыл қазақ этнографтары деген кітапты да сол науқастанып жүріп жазды. Сөйтіп жатып, маған Түркістанның келешегі, Әзірет Сұлтан проблемалар туралы ұзақ әңгіме айтады ғой. Мағжан айтқан жоқ па, Түркістанның 2 дүние бесігі ғой, Түркістан, түріктің бесігі ғой. Түркістанда жерді берген, түріктің Алла берген несі ғой деген жоқ па? Біз Түркістанның қадірін біле алмай жатырмыз. Затай Түркістанды көтеру керек деді. Сонда мұрнына жаңа кислород тақпай, шәл шығып кетсе, тұншығып қала жаздайды, қайтадан шығады. Көп әңгімелестік, ананы үйтейікті, мынаны бүйтейікті. Сол баяғы әңгіме. Өзі жағдай анау жарықтық. Жаным ашып кетті. Сөйтіп, ол кісі қайтыс болды. Қазақ темір жолынан бір
6 вагон берді бізге, қоштасуға баратын кісілерге. Біз Фариза екеуміз бардық. Сонда Фаризаның шығарған өлеңі бар еді. Аппақ шашы ағарып кеткен. Жерде ақ қар. Ақ қар менен бұйраланған ақ шашыңды. Күлімсіреген күлкіңді. Жердің астына қалай қиып біз қайтып кетеміз деп өлең шығарғанды Фариза. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат болсын. Алла жолында жасаған зияраттарыңызды Алла Тағала қабыл етсін. Жерленгенде осында жерлеу комиссиясының төрағасы Қырымбек Көшербаев ағамыз, сол кезеңдегі еліміздің мәдениет министрі, сол кезде өзінің Қырымбек ағамыздың айтқан әңгімесі. Бұл кісі енді денсаулығы болыңқырамай жатады. Сонда жаңағы жағдайын біліп тұрады ғой. Сонда бізге айтатын аманатыңыз бар ма, басқа бар ма деп сұрағанда, сонда осы бабаларым қасына барып жатсам деген ой болып еді дегендей әңгіме айтты Қырымбек ағамыз. Енді ол кісінің өзі аманаттады дегенді барлығы айтады, бірақ та ол кісі жалпы өзінің қағидасында адам дүниеге келгенде кіндік қаны қай жерге тамса, қайтқанда да сол жерде болса, ол о дүниеде үлкен жеңілдік болады деп айтады. Себебі ол кісі дінді өте қатты құрметтеді. Ол кісі Құранды өте қатты жақсы оқитын. Қай жерге барса да Құранды өте мақаммен әдемі оқитын. Сонда Рәпбек қажыға сондай қылышынан қан тамған тоталитарлық режимнің кезінде отырып, мына Құранды қазақшаға аударды деген. Ол уақытта секретар ЦК идеология Өзбекәлі Жәнібеков деген кісі болды. Қазірет, Құранды аударсаңыз өте жақсы болатын еді. Мен айттым, аға, мен депутатпын, және менің жұмысым көп. Ол аударуға уақыт жоқ. Мен сізге хатшы берейін деді. Хатшы жазып отырады. Сонымен сіз аудармасаңыз болмайды. Сөйтіп жазушылар одағынан біреуді берді, аты есіне шығып тұр. Ол күніге жұмыстан кейін келеді, мен ұрып Құранға қарап тұрып аударып кете берем. Анау жазып кете береді. Сөйтіп 200 мың экземпляр болып шықты. Идеологияны басқарғанмен, партия мүшесі болғанмен, Қызылордада Айтбай деген мешіт болған. Кейін 89 жылы Өзекең СК-ға барғаннан кейін, соны үлкен реставрация жұмысына қаржы бөлдіріп, министрлікке айтып, мәдениет молда отырғызып, кәдімгі мешіт қылып аштырып берді. Сол партияның қызып тұрған кезі ғой. Өзбекәлі Жәнібековтің барып, Арыстан бабамыздың қасында жерленуі, дәл осы сөзімізге дәлел. Ол кездейсоқ ол жерге барып жерлене салған жоқ. Оған сол мүмкіндікті, міне Құдай сол қызмет үшін, міне әулиелерге деген қызмет үшін сол мүмкіндікті берді. Әйтпесе қаншама айтулы, атаулы аты бар белгілі адамдар жерленгісі келеді. Арыстан бабамыздың басында сол зираттың ішінде немесе Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің айналасында жерленгісі келген адамдар көп. Бірақ өкінішке енді оларға нәсіп болмады. Өзбекәлі ағамызға нәсіп болды. Енді міне қазір күніге қаншама адамдар дұға бағыштап кіріп құрмет көрсетеді. Міне еңбегінің еленгені сол. Қайраткер болса, ұлтын жанындай жақсы көрсе, күні түні ұйықтамай, әл Күлтегіннің сөзі бар ғой, мен түнде ұйықтамадым. Соның бірі және бірегейі ол Өзбекәлі Жәнібек.